Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді баунти пирогын жасайтын боламыз, немесе баунти тортын. Шынымен де өте нәзік. Ортасындағы начинка кәдімгі батончик баунтидан айнымайды. Тура бірдей. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне өте нәзік, дәмді болып шығады. Ең алдымен бисквитімізді жасаймыз. Бисквит жасау үшін бізге 4 жұмыртқа, 150 грамм қант, 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель, 3 ас қасық какао және де 200 грамм ұн керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды жақсылап миксерлейміз. Үлкен ақ пышны массаға айналғанша. Ең алдымен аз оборотта бастаймыз. Кішкене естіп көпіршігеннен кейін қантымызды аз-аздан қосамыз да, ары қарай барлық қантымыз біткенше естіп қосып шығамыз. Және де жылдамдығын ақырын күшейтеміз. Міне жұмыртқамыз осындай масса айналғанға дейін миксерлейміз. Одан кейін ұнымызды ситадан өткіземіз. Міне қазір. Үстіп, ситадан өткізіп, қамырымызға қосамыз. Қосқаннан кейін сразу разрыхлитель қосамыз, және де какао 3 ас қасық қосамыз. Енді осы массаны абайлап, астыдан жоғарыға қарай араластырамыз. Бұл өте маңызды, себебі біздің қамырымыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Енді алдын ала форманы пергаментпен істеп дайындап аламыз. Пергамент болмаса, май жақсаңыз болады. Енді осы формаға қамырымызды құямыз. Қамырымызды формаға салдық. Енді 180 градусқа алдын ала пешімізді қыздырып, осы қамырды 25 минут пісіретін боламыз. Бірақ міндетті түрде алдын ала зубочисткамен тексеріп алу керек. Крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 мл сүт, 150 грамм кокосовая стружка, 150 грамм қант және де 100 грамм сары май керек болады. Осы ингредиенттердің бәрін кастрюльге құйып, орташа отта ерітетін боламыз. Қант қосамыз. Барлық ингредиенттерді жай ғана кастрюльге саламыз. Және де араластырып, қоюланғанша газда ұстайтын боламыз. Өстіп, жақсылап араластырамыз. Майымыз еру керек. Міне креміміз өстіп қоюланғанға дейін араластырдық. Менде 10 минуттай уақыт кетті. Енді осы кремді басқа ыдысқа саламыз да, жақсылап суытуымыз керек. Міне бисквитіміз дайын болды. Енді формада үстіп суытып қоямыз. Міне бисквитімізді 2 бөлікке бөлдік. Енді сүтпен пропитывать ету керек. 2 коржды пропитывать етіп алдық. Енді ішіне осы начинканы салып шығамыз. Міне салдық. Енді екінші коржды үстіне қоямыз. Тортымызды жинадық. Енді үстіне мен какаодан осындай глазурь жасадым. Үстіне құйып шығамыз. Міне глазурьмен құйып шықтым. Глазурь кішкене аз болып қалды. Сіздер көбірек қосыңыздар. Енді міндетті түрде тортымызды тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін.